Қайырлы күн, сәлеметсіздер ма? Сіздердің алдыларыңызда Санива компаниясының өнімдері. Осы өнімді өзіміз қолданып жүргендіктен алдымызда отырған біздің Айман ханымыз осы компанияның партнері. Сіздерге осы өнім туралы қысқаша мағлұматтама беріп өтеді. Сәлеметсіз Айман ханым. Сіздер уже қанша болды осы өнімді қабылдап, өзіңізге қабылдап отырғаныңызға? Бізде міне жаңадан кіріп осы продукцияларды алып отырмыз. Мен өзім ұлыма алып отырмын, тағы племянницам алып отырмын. 2 жетінің ішінде жақсы результат беріп жатыр. Енді сіздің өзіңіздің аузыңыздан естіп, қандай продукцияны қолдануға болады? Ең бірінші, біз әйел адамдар болғаннан кейін біз көбінесе жаңағы корейский косметикаға жүгінеміз, содан кейін аптеканың дәрілеріне жүгінеміз. Сонан кейін ол уақытша емдейді, соң келесі жолдары сол тағы сатып алуға мәжбүр боламыз. Енді бұл продукциялардың бағалары өте тиімді, қалтамызға ауыртпалық келтірмейді. Сондықтан Айман ханым, өзіңіз қысқаша осы өнім туралы бізге жақсылап бір таныстырып өтсеңіз. Мен Жұматаева Айман, Талдықорған қаласының тұрғынымын. Бұл Санива компаниясына мен денсаулық үшін келдім. Аз уақытта мен осы компанияның бірнеше өнімдерін қабылдап отырмын. Аз уақыттың ішінде результат өте жақсы. Бұл компанияның әр өнімінің өзінің қасиеттері бар. Жүрекке қарсы, бауырға қарсы, өт жолдарына қарсы, қан тамырларына қарсы. Содан кейін буындары ауыратын үлкен жасты кісілерге, кішкентай балаларының паразиттері, орысша айтқанда глисты дейді ғой, соған арналған өнімдері. Оның қасиеттері өте күшті, енді шынымды айтсам. Бірақ енді мен осы компанияның ішінде пептан деген өнімін туралы айтқым келіп отыр. Бұл балық коллаген пептиді. Бұл адамның коллагеніне өте ұқсас. Сондықтан бұны судың өзінде ерітіліп, бір пакетін 200 грамдық үйдің ішінде тұрған суға езіп, іше беруге болады. Дәмі пайдалы, өзі дәмсіз, бірақ дәмі болса да кішкене ғана балықтың дәмі бар. Бірақ балықтың коллагені болғаннан кейін ғой, бірақ енді оны іше алмайтындар әр сокқа қосып ішуіне болады. Бал қосып ішуіне болады. Бұл қасиеті сондай, бұл күштілігі сондай, буын аурулары, артрит, остеопороз, остеохондрозы бар адамдарға сол ауруының алдын алып отырады. Қан тамыры ауыратындар, давлениялары биік, қанттары биік, содан кейін сол холестеринін тазалап, холестерині өте көп мынаның ішінде. Сол холестерин тамырларын тазалап, давлениясын нормаға келтіреді, қант нормасына келтіреді. Жастардың целлюлиттары, шаштарын орнына норма табиғи орнына келтіреді. Өте тамаша. Сондай қасиеті бар. Сондықтан еще көмектесетін нерв жүйкесі ауыратындар, эндокринный системалар ауыратындарға өте көмекті, өте пайдалы, өзінің орнына қанын келтіреді. Терілерін суландырады. Орысша айтқанда увлажнять дейді. Корея компаниясының бәрі сол увлажнениеден басталады. Сондықтан ішінен увлажнять етілген тері ішінен дермасына дейін суланып тұрса, ешқандай әжім болмайды. Ал енді тері төмен неткен әжімдерді жаңағы увлажнение арқылы оның бәрі морщиналарын бәрін қалпына келтіреді. Өте тамаша. Сондықтан Д витаминді өзіңіз білесіздер. Буындар, ет несі үлкен кісілердің азайып, сүйектері сынғыш болады. Сондықтан олар осыны ішсе, соны алдын алып отырады. Әсіресе сүйектердің массасы азайған сайын, олардың бесқанса тите дұрыс бұрыламай қалып, или құлап қалса, аяқтары, қолдары сынып жатады. Соған мынаны алдын алады. Өте тамаша. Өте тамаша екен, иә.
Осыны айтайын деп едім. Соны мына амин қышқылдары өздеріңіз білесіздер. Ол амин қышқылдары мына ми қан айналымын нормаға келтіреді. Сондықтан өте пайдалы. Соны мына витаминдер мен дәрумендерді ішке пайдасы келтіріп сіну үшін олар аминокислотаның рөлі өте биік. Сондай қасиеттері бар. Өте тамаша. Енді мына столдың үстінде былай продукцияларымыз тұр ғой. Мұнда мына жидкий кальций бар екен, сұйық кальций, иә? Содан кейін мынандай продукциялар бар екен, мынау инолан мен фитовиз, содан кейін мынау ішті арықтататын ба? Иә, мына ішті арықтататын, мына не бір қалыпты нормада ұстап тұрады. Адамның весін бір қалыпты ұстап тұрады. Бізде мына әйелдерге таптырмайтын продукция екен, алдағы өте тамаша. Ал енді мына айтып отырғаныңыз, бұл да неге келтіреді, нормаға келтіреді весім. Бірақ бұның бәрін іш құрылысын, әсіресе шек қарынды тазалайды. Тазалап, соның өнім өте пайда. Мұнау енді антипаразитарка дейді ғой, иә? Бұны енді бізде керемет талдықорғанда қолданып жатыр екен қазіргі таңда. Кожевенді осы алып жатыр деп естіп жатырмыз, өзіміз де қолданып жатырмыз. Енді мына продукция туралы не айтасыз? Айтыңызшы осы. Бұл продукциялардың қандай қасиеті бар? Қысқаша айтып кетсеңіз. Мына фарабиз дейді, мына іш құрылысын болғанда асқазаны. Асқазанында изжога дейді, кізжоу. Иә. Содан кейін язвасы болса, гастриті болса, мынау бауырдікі, лайф 8 деген. Мынау оның қасындағы отырған анан осын бәрін жуып шайып шіккенге осы шай керек. Шайы арналған. Өте тамаша. Ал енді мына дәрі формула дейді, мына природный антибиотик бол. Ауру антибиотик ішпей, осы нені іші, мына шайын іші, природный антибиотик деген осы өнім. Мынау латлина дейтін, мынаған өстіп қосып іші, бұның өзі одан арман күшейеді. Күші деген одан арман күшейеді. Мынау енді қарындаш, мынау көбінесе әйелдердің ауруы, еркек аурулары, геморрой, сондайға қарсы. Осы соны алып отырады. Мына енді авикорин деген, мына почечный чай деген, бұл бүйректің ауруы. Бүйректің ауруы, оның ішінен тасын шығарады, өгітіп, соны кейін өт жолында тұрған тастарды бәрін өгітіп, ақырындап тазалап шығарады. Соны кейін бір биокрем деген бар екен, иә? Бұл өте пайдалы, бұның супер крем десе де болады. Мынаны бетке жақсы, мынау жаңағы суландырады. Іші беттегі нені кетіреді, әжімдерді кетіреді. Сондықтан мына дермаға, енді эпидермистен кейін дерма дейді, сол дермаға дейін кіріп, мынау ішіндегі глубокие морщины дейді, соны да бұл тарқатады. Соң беттегі неге қарадақтарға жақсы көмектеседі деп отыр, осы қарадақтарға, соның кейін жастарға әсіресе угри дейді ғой, соған қарсы, соның гаймориті, соның кейін көзге конъюнктивит, соның кейін ячмень дейді, теріскендер, солар шыққанға қарсы өте пайдалы. Соның кейін тісі, кішкентай балалардың тісі стоматит болады. Соған қарсы мынау. Өте. Соң кейін ангинасы ауру, ішінен жақсада, сыртына мына жерлерінен ақырындап, бітіп жағып, орша втирать ету керек. Соны втирать етсе, ангинасы, фарингиті, ларингиті, соның бәрін емдейді. Өте тамаша. Соның кейін құлақ ауруы, құлаққа суық тиеді ғой, соның жан-жағына нетіп қойса, жағып, әбден уқалап, сіңдірсе, ауру кетеді. Өте тамаша. Соның кейін мынаның бір несі, қалайды? Мен өзім, Айман ханым кеше алдың күні тісім ауырды. Воспаляция етіп, десінім. Осын алдымда тісіме растирать етіп, ертеңгісін жағып, или мұтып кеттім ба, или осының көмегі ма, осы деснамның, ісіп тұрған деснам жаңағы ісігі басылды.
Енді осының қасиеті керемет екенін осыдан біліп отырмын. Мен жаңа айттым ғой сізге, ана ангинасы, фарингит, ларингит барларға өте пайдалы деп. Содан кейін жаңа кішкентай балалардың стоматиті, содан кейін мына тісі кариесі бар адамдар аяқ астынан тісі ауырады ғой. Соны сол кариесін жан-жағына үстіне қойса, онда өзіңіз айтып отырсыз ғой, жаңа қай уақытта қойып кеткенін білмедім деп. Соны мынандай шидің басы бар ғой, сондай мына майызды алып, тілін астына қойып, ақырындап сорса, ангинасы да кетеді. И самый не айтайын деп отырғаным, мына гастриті бар, язва желудка, 12-перстный, колит кишечника дегенге мынау өте пайдалы. Бұны қалай ішеді ма, жоқ жағады ма? Жоқ, мына шайдың сіріңкенің шидің басы бар ғой, сера дейді ғой. Сондай ғана алып, тілін астына қойып, ақырындап сорып, өзі тілін астымен сіңіп кетеді. Соны түкірігі шықса, түкірігінде жұта берсе, сондай ауруларға мынау өте пайдалы өнім. Өте тамаша. Енді мына екі продукция туралы айтып берсеңіз. Мына йод-натур деген, биоплюс деген, бұл мына қазір Қазақстанда өте йод тапшылық. Сондықтан әр қайсымыз мына щитовидный железамыз ғой, соның ішінде йод тапшыл деген өтірік емес. Сондықтан осыны қабылдаса, осыны ішсе, мына щитовидный железа нормаға келеді. А щитовидный железасы аурулары, жаңағы аурулар бар адамдарға осыны ішсе, ләйме жазылып кетеді. Таптырмайтын продукция екен, дұрыс. Ой, рахмет сізге, Айман ханым. Қандай осы біраз уақыттың ішінде үлкен жаңағы анықтама беріп жатсыз. Енді біз айтамыз ғой, компания деген көп. Сол компанияның ішіндегі жаңағы беткестар компанияның бірі, осы Санива компаниясы деп айтамыз бүгінгі таңда. Өзіміз қолданып отырғаннан кейін, өзімізден результат алып отырғаннан кейін, осы компанияға келіп, осы өнімізді алыңыздар деп сіздерге айтамыз. Сізге рахмет, Айман ханым. Сізге денсаулық тілеймін. Аман-есен болыңыз. Сіздерге рахмет. Шақырып, мен өзім бөліскеніме мен де қуаныштымын. Жақсы.